Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қазан кебаб жасаймыз. Қуырдақ деп айтсаңыздар да болады. Ол үшін бізге 2 штук пияз керек. Қабырға ет немесе қалауларыңыз бойынша ет алсаңыздар болады. Мен 800 грамм ет, 200 грамм бауыр алдым. 1,5 килограмм орташа көлемдегі картоп қажет болады. Енді табаға майды жақсылап қыздырып, қызып тұрған майға картошкаларымызды салып, екі жақ бетін қуырып аламыз. Картошканың бір беті қызарса, келесі бетіне аударып, барлық бетін жақсылап қызартып аламыз. YouTube каналымда осындай ерекше рецептермен бөлісіп жатырмын. Ол үшін YouTube-ға кіріп, Қарлығаш Асылхан қызы деп жазсаңыз шығады. Подписаться бөлімін басып, тіркеліп алсаңыз болады. Рецептер Instagram парақшамда да бар. Қарлығаш Асылхан қызы деп жазып, тіркеліп алыңыз. Картошканың екі жақ бөлігі де жақсылап қызарды. Енді барлығын сүзіп аламыз. Картошканың барлығын біртіндеп алып аламыз. Алып болғаннан кейін дәл осы майға артынан етті де қуырып аламыз. Майды тағы біраз қыздырып алдым. Енді етті де екі жағы беті қызарғанша асықпай қуырып аламыз. Еттің екі жақ беті де жақсылап қызарды. Енді барлығын сүзіп табамызға салып аламыз. Міне етіміздің екі жақ беті қызарды, ешқандай су шығып тұрған жоқ. Енді картошкамыздың да бүкіл жерін қызартып алдық. Міне барлық жері қып-қызыл болып әдемі болып тұр. Етіміз енді қазанға салып қуырамыз. Енді қызып тұрған қазанға 200 мл май құйдым. Оның үстіне пиязды ұсақтап турап салып, оның үстіне етті қойдым. Еттің барлығын біртіндеп қойып шығып, үстіне түрлі дәмдеуіштер, тұз қосып реттеп аламыз. Етті салып болғаннан кейін бетін жауып, өте баяу отта 2 сағатқа қалдырамыз. Екі сағаттан кейін қазанның бетін ашып, қызарған картошкаларымызды салып, үстіне тағы тұз сеуіп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Кориандар, зира, қуырдаққа арналған дәмдеуіштер, лавровый лист қосуға болады. Барлық дәмдеуішті қосып алдым. Енді үстінен қайнап тұрған 200 мл су құйып, бетін қайтып жауып қоямыз. Міне біздің ең дәмді асымыз дайын болды. Видеоға лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.